Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен асқабақты кремді суптың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен біз қызып тұрған қазанымызға пиязымызды майдалап турап, қызарғанша қуырып аламыз. Пиязбен бірге бір дана сарымсақты да қуырып алдым. Олардың үстінен картоп пен сәбіз қостым, және де асқабақты қостым. Ендігі кезекте біз су құямыз. Су біздің көкөністерімізді батырып тұру керек, және де дәміне қарай тұз бұрышын қоссаңыздар болады. Жай отта қақпағын жауып, көкөністер піскенше қайнатамыз. Біздің көкөністеріміз дайын болды, олар жұмсарып пісіп шықты. Енді осылардың бәрін бір келкі болғанша блендермен езіп шығамыз. Блендермен езіп болдық. Енді үстінен кілегей құямыз. Менде 10% кілегей, 20% кілегей де қолдануға болады. Кілегейді шамамен 200 мл-де құйдым. Барлығын араластырып, жай оттың астында тағы да 5 минутқа қалдырдым. Асқабақ қосылып жасалған кремді супымыз дайын болды. Кремді суптың үстіне қуырылған тауықтың төсегін қостым. Сондай жұмсақ, нәзік болып шықты. Сіздерге жасауға кеңес беремін.